облысы әкімінің орынбасары бізге осында бірінші осы жобаны ашқан болатын. Осы жоба ретінде ол бүткіл Абайдың 45 сөздерін бір-біріне челлендж ретінде беріп, жолдама алып, келесі спикер келесі сөзді ашуға міндетті деген оймен ашылған болатын. Сонымен Ринат Зәкиұлы ең бірінші болып осы жобаны ашқан болатын. Өз челлендж ретін Қырмызы Сапар қызына беріп кеткен болатын. Қырмызы Сапар қызы Абай Құнанбаевтың қара сөзінен 17-ші қара сөзін айтып кеткен болатын. Аудиторияның алдында. Осы ашық дәріс кезінде Қырмызы Сапар қызы өз челленджін келесі Альфия Мейрам қызына берген болатын. Өз ретінде Альфия Мейрам қызы Ұлы Абайдың 31-ші қара сөзін ашып түйіндеп, өзінің мағынасын айтып берген болатын. Альфия Мейрам қызы өзіміздің филиалымыздың аға оқытушысы Ганя Калимжановаға челленджді берген болатын. Ганя Калимжанова өзінің дәрісінде Абайдың 7-ші қара сөзін ашып көрсеткен болатын. Сонымен қатар Ганя Калимжанова өз ретінде біздің бүгінгі спикерге Ербол Болатович келіп осы жаққа кірсеңіз болады. Қалмақов Ербол Болатовичқа өз ретін берген челленджді сізге жолдаған болатын. Енді сөз кезегі өзіңізде қосып берейін ба сізге? Динар қай жерден қосамыз? Жоқ, ол жерде флешка қосылмайды. Не істеу керек? На флешка қосу керек. Өткен жылы үшін салған? Сосын жақсы. Қосып аласыз ба бұл жерге? Қайырлы күн баршаңызға, кешір. Сіздерден түсінем, бірнеше күн бұрын оқуда жүрсіздер, таңертеңнен кешке шейін шаршағандарыңыз да барша, бірақ арасында біздің мемлекеттік қызметші деген көбінесе рамкаға салып қояды, бір артық ойлауға да уақытымыз болмайды, бір сұрақтарға жауап іздеуге де уақытымыз болмайды. Сондай дүниелерге осы ашық дәрістердің көмегі болады деп ойлаймын. Сегодня мы с вами поразмышляем на темы слова назидания Абая, и я думаю, именно 23-е слово никого не оставит безразличным. 23-ші сөзде не айтылған туралы бірінші тыңдап алайық, иә? Содан кейін талқылауға көшеміз. Глобаны жіктеп алып, тамаққа, дәріге, қалаған нәрсеңізге тапсырыс беріңіз. Рекомендую на канал зайти и там. Содан тоже было. А там же много чего.
Біздің қазақты оңдырма жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендері бар. Оның қуанышы, елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады, айтады. Құдай тағала пәленшеден сақтасын. Ол да адамның бір ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па? Пәленшеден тәуір болса болады деп. Я білгендер айтып па? Әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылық артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады тағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдымда неше ат бар деп сұрар. Артыңда неше ат бар еді деп сұрағаның несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгередім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы. Жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па? Көптен қалмасаң болады деп. Көпке қақарым жүрмейді деп пе? Көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па? Хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керек жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің атының арғаны жақсы ма? Жоқ, жарымысы арса, жарымысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жоқ, әлде жарым жартысы аман қалған жақсы ма? Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен аузымыз сасық болушы деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе? Біреулеріңіз оқыған шығарсыздар, мүмкін естеріңізге түскен шығар. Жалпы 23 сөз мазмұнын шығарып қойдым, естеріңізге түсіп отырсын. Бұл жердегі екі мәселе жаңағы айтылған, біреуі қуаныш, біреуі жұбаныш. Екеуінің де шын айтқан кезде ұмытып тұрған ештеңесі жоқ, өйткені Абайдың заманындағы дүниелерді осы жерде айта отыр. Біз біреуді мысалға жақсы дүниелермен мақтанғанын көреміз. Сол арқылы өзін басқалардан артық санағанын көреміз. Если помните, у Толстого тоже есть слова: остерегайся мысли, что ты лучше кого-то в чем-то. Просто даже мысли остерегайся. И Абай тоже говорит о том, что когда мы говорим о своих или каких-то лучших качествах, почему-то мы способствуем тому, чтобы посчитать кого-то хуже себя, да? Чем это радость, говорит он. И екіншісі жұбанышы көпке байланысты. Мы привыкли говорить о том, что этим же занимается кто-то другой, то есть мы начинаем идти за толпой, повторять какие-то нерадивые какие-то вещи, действия, и тем самым приумножаем какие-то не совсем хорошие мысли, помыслы и так далее. Бұл енді 19 ғасырда айтқан Абайдың сөзі. Қазір 21 ғасырдамыз. Бірдеңе өзгерді деп ойлайсыздар ма? Как вы считаете, что поменялось это за эти почти 2 века? Все так же. Вот как раз хотим мы сегодня с вами поразмышлять. Не өзгерді. Енді біріншіден біздің заманымыздың өзгерісі, біз бұл нәрселердің бәрін қазір виртуалды өмірге алып шықты.
әлеуметтік желіде жұмыс жасаймыз. Әлеуметтік жаңа инстаграмымызды ашамыз, тиктокты, фейсбук сайттарды ашамыз да, сол жерден небір жаңа мақтанғанның да, даңғазалықтың да, ысыраптың да көптеген нәрселердің, жақсы емес нәрселердің үлгісін көріп жатырмыз. Біз бүгін сол мысалдарды айта отырып, кішкене ойлансақ, осы нәрселер бізге керек пе деген сияқты. Біріншіден, жалпы сіздерге түсінікті болу үшін айтайық, ол 2 ғасыр ғана емес, соңғы 20 жылдағы өзгеріс қана, міне 2000 жылы ең бірінші рет әлеуметтік желілер шыға бастады, да, появились социальные сети, и вот в 2000-х годах начали им пользоваться 25 миллионов человек. Сегодня количество пользователей соцсетей возросло в 200 раз и превысило 5 миллиардов человек. Это статистика мировая, она вещь упрямая. И, естественно, статистика по Казахстану показывает, что порядка 14 миллионов человек, казахстанцев, зарегистрированы в социальных сетях, ибо это 71,5%. И, безусловно, такое, скажем, присутствие в сети, оно всегда пользуется активностью, популярностью. И мы привыкли к тому, что в сети мы очень часто, ну, не мы, наши соотечественники, соседи, братья, друзья, начинают обсуждать всякие темы, которые, по сути, наверняка вообще не должны были иметь места. Жаңағы айтқан бір қуаныштың бүгінгісін 21 ғасырда тарих. Свадебный торт за практически 180 тысяч долларов шокировал Казахстан, да? Это в Чуке, наши дни. Не сменили шлет бұл той, да? 179 мың доллар жұмсаған тортты жегеннен бірдеңе өзгеріп кетті ма? Адамдардың жаңағы өздерінің бойында өзгеріс болды ма? Я болмаса жаңағы келген қонақтардан бір ерекшелік қалды ма? Жоқ, әрине, бұның бәрі былайша айтқан кезде ақша шашу, мақтаншақтық, біздің қоғамымыздағы сондай бір ысырапшылдық. Әйтпесе мына 200 мың долларға жақын ақшаға қаншама пайдалы іс жасауға болады дейді. Я қаншама адамдарға, мұқтаж адамдарға көмектесуге болады деген сияқты. Я болмаса тағы бір келесі мысал, Кызылорда заказал букет из миллиона алых роз. Он провинился перед своей женой и решил таким образом отличиться. Представьте себе, во сколько это обошлось, да? Да, конечно, наверняка девушке было приятно там. Жене, девушка это другое. Хорошо, жене, может быть, было приятно. Ну, насколько эта приятность или радость продлилась, да, ну, условно говоря, нежели того, что его начали еще обсуждать в сети. Потом, ну, я специально, чтобы время не продлевать, наверняка знаете, да, самый интересный заголовок, и не сам текст, а комментарий, как мы всегда спускаемся, комментарии, и все казахстанцы бурно обсуждают эту тему. Насколько это нужно было мужу и жене, да? Ну, тоже вопрос такой. Да, конечно, их это личные, скажем, дела, личные какие-то отношения, но сам факт произошедшего в нашем обществе, оно наверняка показывает, скажем, уровень, ну, не знаю, восприятия мира, что ли. Ну, это, можно сказать, мотивация для других, что заработай столько же, и когда у тебя будут такие же деньги, и как ты ими воспользуешься, ну, как, докажи, заработай, докажи и покажи, как надо. Ну, конечно, можно тут с разного ракурса посмотреть на этот вопрос. Ну, человек действительно может позволить себе, да, миллион роз, может этому человеку вообще ничего не стоит. Ну, здесь тоже можно по-разному это трактовать. Или предприниматель своей жене подарил Volkswagen стоимостью 150 миллионов тенге, и тоже там, и таких много очень примеров, да, в сети сейчас очень помпезно дарить все это, причем можно это же подарить как-то скромно у себя во дворе и так далее, но сам факт то, что это все делается, выставляется на показ, начинает все обсуждать, талқылай бастайды, он жаңағы астына комментарий жазады, біреу қуанады, біреу көре алмайды, біреу қызғанады деген сияқты. Әртүрлі адамдарға болғасын әртүрлі ойлар болады ғой. Бірақ осының бәрі мына қуаныш мысалға қаншалықты шынайы қуаныш, қаншалықты адамды
қуанта алатын қуаныш, я болмаса қаншалықты үлгі алатын дүние деген сияқты, иә. Өйткені біз қанша дегенмен біздің ұғымымызда адамның бір материалды құндылықтарға, дүниеге әңгімелері ол оның бәрі уақытша нәрсе ғой. Ол адамның ішкі жан дүниесімен қабыса бермейді. Немесе тағы бір мысал, ары қарай кетеміз, ол буллинг дейміз, иә, жаңағы біздің әлеуметтік желіде. Жаңағы мына жерде бірінші бөлімде айтады, қуаныш дегенде. Біз біреуді жамандаған кезде содан өзіміз содан жақсы екенімізді көрсеткіміз келеді, ананы жамандаған кезде. Ол қаншалықты қуаныш сыйлайды, сіз оны жамандадыңыз, және оның жаңағы жамандағаннан қандай пайда таптыңыз деген сияқты. Естеріңізде болса, енді ол көбінесе біздің депутаттарға, чиновниктарға, мемлекеттік қызметшілерге қатысты көп айтылатын. Гүлжан Қарағұсованың қазақша сөйлегені көп сынға алды. Былай қараған кезде ол кісінің әртүрлі түсіндіруге болады. Әрине, көп уақыт жаңағы кеңестік тәрбие алған орысша оқыған адамға қазақша сөйлеу қиыншылық. Бірақ ол соншалықты тырысып, бір ауыз болса жауап беруге тырысады. Бірақ сонысы ылғи жаңа күлкіге қалдыратын. Және бұл жай ғана Қарағұсованың ғана мысалымыз, жалпы біздің қоғамда, кто-то начинает говорить на казахском, и если мы слышим какой-то, скажем, корявый звук и так далее, мы начинаем обсмеивать, как правило. И насколько это как бы этично, да, или там в целом правильно. Потому что человек старается, а в конечном итоге не факт, что вы лучше него говорите, да, лучше этого человека. И, может быть, нам стоит подумать о том, чтобы помочь таким людям, то, чтобы все-таки были какие-то положительные изменения в жизни. Или мы очень часто буллингу попадают известные, скажем, лица, да, государственные лица, чиновники, за какие-то личные свои семейные вопросы, но комментарии там, конечно, ужасающие, в том числе, если помните, комментарий касательно того, что дети Саясат Нурбек, когда он только был назначен министром, учились за рубежом на Кипре. Там вообще была, если немножко раскрыть суть, была ситуация того, что супруга Саясат Нурбека, она имела определенную очень особую болезнь, и ей именно климат, именно Кипр совпадал, поэтому вынуждена была проживать на Кипре. Получала лечение там. И, естественно, дети находились рядом с мамой. Там еще факт того, что был те же зарубежные частные школы, они обошлись дешевле, чем астанинские частные школы. И, несмотря на это, вот такой заголовок появился в сети, естественно, очень много обсуждалось. Если человек может позволить себе, да, он тем более занимался там предпринимательской деятельностью, у него был доход. Но мы же никогда не сможем просто так порадоваться. Мы обязательно это обсуждали. И очень сильный буллинг произошел. В конечном итоге, по-моему, через год он все-таки вернул детей, и они начали обучаться в Казахстане. Вот под давлением общества, под высоким давлением. Или очень часто мы обсуждаем наших артистов, да, как Хайрат Нуртас, там, Турсунбек Кабатов, кто-то еще, Палпадарис. По-хорошему, наверное, в каком-то смысле это даже демонстрация того, что закон работает, да, то есть в последнее время, в связи, скажем, с наступлением нового Казахстана, закон в отношении всех одинаковый, да, то есть правила, нарушаешь, исполняешь. Да, и таких, кто получал 15 суток за нетрезвое вождение, что-то еще, естественно, очень много. Людей-то, в принципе, много нарушителей, но под камеры попадают у нас известные лица, и начинается эта тема муссироваться. То же самое. Но он гражданин, он нарушил и отвечает за свой поступок. Почему мы должны его обсуждать там, и так далее, да, комментировать? И буквально вчера начали обсуждать видео Махал Жумусовой, ее отношения там с родственниками и так далее. Да, она выложила это у себя в Инстаграме, но многие паблики забрали эту тему, это видео и начали его тиражировать. Естественно, бегают за комментариями и начали бурно обсуждать в сети. То же самое, личная жизнь человека, но тем не менее мы начинаем сравнивать его с кем-то, может быть, посчитаем себя лучше них, там что-то еще. Но насколько вот это, скажем, злорадство, да, нам приносит удовольствие, насколько это вообще соответствует нашим
внутреннему человеческому. Она вжила это же специально для обсуждения, правильно же? У себя на странице, у нее страница открыта. Конечно, конечно. Да, значит, ей нужно было внимание, а не народу. Ну, тоже можно так поразмышлять. Да. Может, Ну, просто человеку надо было высказаться где-то. Мы же не знаем. Как она публичная личность, допустим, она выставила свои семейные проблемы на общее обозрение. Она сама это же не кто-то там у нее с телефона взломал телефон и выставил в интернет. Она сама этого хотела, она хотела внимания, она получила это внимание. Все. А к ее чести очень... Человека, ну, не стоит, потому что публичный человек, он всегда на публике, правильно? И его будут обсуждать. Согласен, согласен. Я как бы не то, что сейчас осуждаю тех, кто комментирует, я в целом говорю, показываю те примеры, когда наше общество начинает над какими-то вещами действительно злорадствовать, несмотря на то, что такие же, скажем, ситуации могут стать перед ним, потому что, ну, никто не обречен же, так скажем. Другой вопрос в том, что касательно вот второй части слова назидания, да, «ржуванш», это когда мы начинаем говорить о том, что поступаем, да, неправильно и говорим, она солай істеп жатыр, мынау да солай істеп жатыр. То есть начинаем все это, скажем, тиражировать и тем самым приумножаем, да, такие какие-то неправильные действия. Помните, во время пандемии все начали проводить скрытые той, и закрывались, несмотря на там, что штрафовали, кто-то там убегал, всякие ролики тоже тиражировались тогда. Ну, тогда тиражировались ради того, чтобы люди поняли, что нельзя проводить такие массовые мероприятия. Но мы же не перестали не проводить эти мероприятия. Біз обязательно тығылып, кем дегенде 150-200 адам шақырып, одан кейін қаншама адам ауырады, қаншама адам өмірден өтіп кетті, оны біз ойламаймыз. Біз өзімізді, жақындарымызды, туыстарымызды, достарымызды қауіпсіздікке шақырып отырып, сондай қауіпсіздік төндіріп, өміріне, денсаулығына ондай қауіп төндіріп. Бірақ біз өзіміз содан сабақ алған жоқпыз. Кейбіреулер ойлады, мысалға, мына пандемия кезінде жалпы тойдың саны азайған шығар. Сол кезде біз ойладық, кішкене ойланатын шығармыз. Мүмкін енді бұдан былай қарап тойдың саны қысқаратын шығар. Жоқ, пандемия бітті, қазір той көбеймесе азайған жоқ. Да, это наша ментальность, да, это наши какие-то традиции, особенности. Но согласитесь, когда проводили вот такие закрытые мероприятия, мы прежде всего подвергали опасности здоровья, жизни, даже родных, близких и так далее. Көптің жасаған нәрсесін қайталай берудің қажеті жоқ екенін осындай бір мысалдар арқылы көре аламыз. Немесе қаңтар оқиғасы естеріңізде шығар, Алматыда, әсіресе Алматыда көп зардап шекті. Республиканың маңайындағы магазиндердің бәрін тонады адамдар. Ол жерде жай ғана жаңағы кәдімгідей бандиттер, біреулер емес, кәдімгі қарапайым адамдар, біреулер есігінің терезесін сындырып, ішіндегі тамағын, азық-түлігін, алмаған заттарды қаншама заттар алған, бояуға шейін бар. Соны мысалы сатып алуға кімнің болса да мүмкіндігі жетеді, ол жоқ, бірақ адамдардың сол анауды алып жатыр ғой, мен қалып қоймайын деген сондай бір жаман ойлар. Мына телефондарды мысалға бір аптадан кейін саудаға шығарған адамдар сатып жатыр. Соның бәрі мысалға жаңағы көп тобырдың ісі ғой енді. То есть толпа, которая не имеет своего мнения, да, личного мнения. То есть там есть одно мнение, и все идут за толпой. Там нету вот этого индивидуального мышления, ответственности, осознания ответственности. Мы просто идем повторять за толпой, да, и нарушаем, естественно, правопорядок. Немесе тағы бір, мысалы, былтырғы жылы қыркүйекте Астанада болған Тәжікстан күндерін өткізу кезінде үлкен көрме жасалады да, жаңағы жеміс-жидекте біздің отандастарымыз оның жаңағы бар талант-таражға салады. Очень охотно разбирали, и это не единичный пример. Помните, даже в Кустанае когда-то на День города выставляли пирамиду из шоколада и тоже разбирали, чуть не снесли там, снесли все там. И таких примеров очень много. Это, наверное, как раз мына жеміс-жидек мысалға қазір Құдайға шүкір бәрінің жағдайы бар ғой, үйлерінде осыны алатындай жағдайда бар, сатып алатын да мүмкіндігі бар.
жоқ ана алып жатқан адамдардың түрінен де көрініп тұр, кәдімгі киімі дұрыс деген сияқты адамдар. Бірақ ана жаңағы тобырлық ойлап анауды алып жатыр, мен қалып қоймайыншы, ана тегін нәрсе деген сияқты сондай бір пиғылдан қалыспай соның бәрі араласып кетті. Бұның бәрі ойланатын нәрселер деп ойлаймын. Жалпы бізге осындай жұбаныш, осындай қуаныш керек пе? Қалай ойлайсыздар? Не керек сонда бізге? Қандай қуаныш керек, қандай жұбаныш керек? Как вы думаете? Давайте поразмышляем. Бірінші қуаныш түсіндік та, ол жұбаныш не байланысы бар, жаңағы екінші нелерде, соны түсіндік та. Жұбаныш дегенде ол ана несін мағынасын айтады жаңа. Мен ол түсінген жоқпын. Мына суретпен не байланысы бар? Түсіндім. Мына жерде жұбаныш деген сөзінде айтады. Жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп жатыр ғой. Түсіндіңіз ба? Елдің бәрі сөйтіп жатыр. Иә, өзін жұбатады, сол арқылы жұбатады. Успокаивает себя тем, что эти действия делает тот же другой, да, те же другие люди. И он успокаивает себя, что он не хуже или не лучше него. Өзіміз алдавады. Өзіміз алдавады, әрине. Сол мәселе. Правда. Сонымен бізге қандай қуаныш керек, қандай жұбаныш керек? Қалай ойлайсыздар? Не үшін қуануымыз керек? Не үшін өзімізді жұбатуымыз керек? Чем мы можем себя сегодня успокоить? Или порадоваться за что? Қандай себеп болуы мүмкін біздің қуанышымызға? Ол жеке қуаныш емес, жалпы мысалға біреу үшін біз неге қуана аламыз? Қандай мысалдарға қуана аламыз? Когда человек достигает каких-то достижений, ну, например, наши олимпийские чемпионы, может быть. Мы можем за них порадоваться искренне. Ну, как пример, хорошо. Какие еще? От того, если сам помогаешь другим людям, этим радоваться. Ну, как, да, ну, какие-то там благотворительные дела, да, добрые дела. Хорошо. Еще какие вещи? За что мы можем порадоваться? Искренне порадоваться, искренне возгордиться, что ли? Желательно. Успокоиться. Успехи друзей, родственников. Хорошо. Ну, в целом, не просто для себя лично, а вот для страны, что ли, вот, допустим, когда мы говорим о каких-то зарубежных странах, допустим, про Японию, да, у нас сразу какая-то ассоциация, да, там, с высокой культурой, знанием, почтением традиций и так далее. Вот какие могут быть радостные моменты за Казахстан, за нашу страну? Достижение цели, какие-то успехи. Когда мы с другими странами сравниваем свое, допустим, у нас чего-то нету, мы к этой цели идем по плану. В итоге план выполняем, цели достигаем. Поэтому для всей страны выходит. Хорошо. Ну, у нас, например, если вот, скажем так, ну, обыденно, да, многие, кто приезжает в Казахстан, удивляются, например, нашей цифровизации. И я согласен, да. Ну, наши ЦОНы, наши получение и ИИНа, и банковских карточек, ну вообще... Автоматизация услуг, у нас очень высокая. Да. Ну, этому радуемся. Согласен. Я не раз убеждался, вот, обучаясь в академии, мы ездили на стажировку в Литву, это европейские страны. Да, там тоже есть автоматизированные услуги, но не в том количестве, как у нас. У нас практически многие услуги автоматизированы, получается в электронном формате. Да? Мы из дома, из работы можем получать всякие услуги. Хорошо? Нужно радоваться тому, если ты, допустим, что-то изобрел, и это помогло многим людям. Согласен, согласен. Вы как раз попали в тему, да? Не, мысалға, жас ғалымдар жаңалық ашты дейді. Там химический какой-то этот состав получили, и это как раз решает очень много задач в сфере производства, именно химического производства. Және бұны біздің Алматының жоғары оқу орнында жасалған. Бірақ көбінесе мынандай жаңалықтардың просмотры да аз болады, комментарий да аз болады, біз өтіп кетеміз, жақсы екенімізде өте саламыз мысалға. Шын мәнінде бұл нағыз ұлт ретінде, халық ретінде, мемлекет ретінде нағыз мақтанатын нәрселер деп ойлаймын. Менің өзімнің ойым. Не болмаса, мысалға мынандай мысал бар, ұлттық арнада болған сюжет. Қостанайлық оқушы үйінде мультфильм түсіріп жатыр.
Әулиекөл ауданының бар ма мұнда біреу? Жоқ па? Әулиекөл ауданының Москалевка деген ауылында оқушы, қателеспесем, 6 ма 7 оқитын бала, ана легадан құрап, соның сюжетін камераға қойып қойып, өзі мультфильм түсіп, соны неге салады екен, интернетке. Это вот как раз уровень цифровизации, да, уровень того, что имеют цифровые навыки наши дети. И, безусловно, это как раз такое вызывает некую гордость, да, за то, что действительно наши дети и наши подрастающее поколение имеют такой творческий потенциал. Ну или паводок, да, когда действительно Астанада был, прям сидел, гордился за то, что как кустанайцы сообща решали эти проблемы, да, волонтеры выходили, там, раздавали чай, когда аким города призвал, там, более 1000 кустанайцев вышли на то, чтобы помочь именно на мосту, да, и как раз, наверное, вот такое, да, именно сплоченные действия, они отражали, скажем, внутреннее такое самосознание, что ли, наших кустанайцев. И все Астана аренада матчтан кейін біздің жанкүйерлеріміз шашып кеткен қоқысты жинап, сондай бір өздерінің азаматтық позициясын көрсетті. Бұрын енді біз жапондықтарға қызығушы едік, сол бізге де ақырындап келе бастады. Былайша айтқанда, бұл шын айтқанда мүмкін даже мақтанатын да нәрсеміз, өйткені оны басқа адамдар шашып кетті ғой, былай қараған кезде. Бірақ соны жинай алатын адамның бары, ешқандай ақысыз, пұлсыз, тек қана өзінің азаматтық ұстаным ретінде көрсететін осындай қазақстандықтардың бары біз үшін ең ойымша бір мақтанатын, жұбанатын нәрсе, иә? Это в основном молодежь, у них же сознание все равно, мышление меняется. Әрине. Чем постарше поколение. Ну, допустим, да, есть у нас к чему стремиться. Допустим, в последнее время очень, ну, особенно в больших городах, модно стал вопрос обработки мусора, да, бытового мусора, когда пластики отдельно, бумаги отдельно и так далее. Она, к сожалению, еще нам прям так сильно не дошло, но со временем, я тоже думаю, дойдем. И это как раз тоже ответственность граждан, да, потому что этому тоже надо научиться и так далее. То есть к чему можно стремиться. И, наверное, вот такие шаги, да, маленькие какие-то действия в целом будут способствовать формированию, скажем, такого явного патриотизма, да, не просто на словах, а на деле, да, то есть какие-то мелкие шаги наши могут отразить в целом ментальность нашего народа, особенно молодого поколения, да, казахстанцев, которые действительно будут показывать свои достижения, творческий потенциал, какие-то спортивные достижения, как сейчас обозначили. И это действительно вызывает гордость. Немесе жұбанатын нәрсе деген кезде, жаңағындай елдің бірлігін, ынтымағын көрсететін, болашақта осы елдің дамуына үлес қосатын азаматтардың өсетінін көрсететін сондай дүниелер болса деген біздің ойымыз бар. Сондықтан жалпы бұлардың барлығын айналып келіп тағы бір қорытындылайтын болсақ, Абай Құнанбайұлының өзінің бір ғана сөзімен қорытындылайды. Адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерден ғана оза алады. То есть человек может отличиться от другого человека только такими ценностями, как знание, наука, честь и не как характер, а как, наверное, ментальность. То есть лучшие какие-то качества могут именно быть такими, да, то есть на основе этих ценностей. Сондықтан біздің қазіргі президентіміздің айтып жатқан адал азамат концепциясы. Көп адамдар оны мысалға тек қана бір пара алмау, немесе коррупция, тағы бір нәрсемен ғана байланыстыру мүмкін. На самом деле адал азамат — концепция, которая отражает целую порядочность, честность, да, наши честные отношения к себя, к своим окружающим, к услугополучателям, к своим согражданам и так далее. И это не просто какие-то пафосные слова, иллюзии, а это просто начинается с наших бытовых каких-то моментов. Когда
на бытовом уровне мы можем какие-то неправильные действия приостановить, да, показать примеры, да, служения Отечеству, честность. Это как раз касается нас всех присутствующих. И я думаю, сегодня, когда мы с вами поразмышляли над 23-м словом Абая, наверняка задумались и что-то извлекли для себя. Сіздерге пайдалы болды ма бүгінгі тақырып? Кішкене ойланатын, иә? Біз негізі көп ойлана бермейміз, уақытымыз жоқ, өйткені таңертең кіреміз жұмысымызға қағазымызбен, сол қағаздан баса алмай кешке шейін жүреміз, кешке келгеннен кейін де уақыт жоқ, шаршап отырамыз. Бірақ осындай оқуға келгеннен кейін арасында бір тек қана кәсіби мәселелер емес, жалпы адамзаттық құндылықтар туралы, рухани құндылықтар туралы ойласып, пікір алмасып отырсақ артық болмайды деп ойлаймын. Сондықтан осы бастаманы көтерген облыс әкімінің орынбасары Минат Зәкиұлы Мұхамедқалиға, оны ары қарай жалғастырған біздің әріптестерімізге, ұйымдастырып жүрген біздің филиалдың, академия филиалының ұжымына көп рахметімізді айтамыз. Абайдың қара сөздерін я вам все-таки рекомендую еще раз взглянуть, потому что вот буквально сегодня, готовясь к сегодняшнему выступлению, вернее вчера, когда мы выбирали тему, какое слово было бы полезно. Да, они все полезны, но прочитав каждое из них, я как-то по-другому начал, потому что раньше я, может, мог не осознавать какие-то вещи. Очень много темы касательно моего настоящего участка, да, управления по делам религии. И какие-то действительно вещи я понял, что именно убеждения, они никак не изменились еще с 19 века, все еще сохранились, и они актуальны по сей день. Поэтому, когда чуть-чуть появится время, уделите, пожалуйста, время. А вообще ученые рекомендуют для того, чтобы выработать культуру чтения, достаточно занять 15 минут всего в день. Пришли, допустим, утром на рабочее место или просто еще дома, когда проснулись, 15 минут откройте книжку любую, и вот эта привычка, она выработается через время, и вы просто, по крайней мере, найдете время поразмышлять над разными ценностями, которые нам нужны как никогда. Рахмет называется. Вопросы, если есть. Рахмет сізге үлкен. Бүгінгі дәріс өте қызықты өтті деп ойлаймыз. Енді кішерезді кімге беретініңізді айтып кеткен жоқсыз? Оны жаңа мен сөйлескен кісімен кішкене график келтірмей жатырмын, сондықтан қосымшадағы хабарда, міндетті түрде хабарлап. Өте қызықты өтті деп айтамын. Өзекті мәселелер